Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге сырный рулеттің жасалу тәсілімен бөліскелі отырмын. Ендеше кеттік. Алдымен бізге керегі тауықтың төс еті. Менде тауықтың төс еті емес, тауықтың жамбас еттері болды. Соны пісіріп аламыз. Сосын жақсылап ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады, не болмаса блендерден өткізсеңіздер де болады. Кішкентай болса 2 чеснок, үлкен болса 1 зубчик чеснок. Соны саласыздар. Сосын бұл массаны жақсылап тартып болғаннан кейін араластыратынымыз. Мен блендерім кішірек болғаннан кейін 2-ге бөліп жұмсарттым тауықтың етін. Сосын майонез саламыз дәміне қарай. Сосын укроп салу керек, бірақ біздің үйдегілер укропты жақсы көрмейді, сондықтан мен салмадым. Негізі укроп 20 грамм салып жерсеңіздер, қонаққа да ұсынғанда өте дәмді, сәнді болып тұрады. Сосын тұзын саласыздар, бұрышын саламыз дәміне қарай. Укроп салмағандықтан мен бұрышын сәл көбірек салдым. Жақсылап тұрып араластырып, міне начинкамыз дайын болды. Енді екінші сырды жасауға кірісеміз. Бұл үшін бізге керегі сыр. Мен қатты сыр белорусское золото дегенді алдым. Бізге керегі қаймақ 20%, жұмыртқа және 3 қасық ұн. Сырды біне ұсақ теркадан жақсылап өткіземіз. Менің осы теркам өте жақсы. Ірілеу, бірақ өте жіңішке өткізеді. Міне осыған 3 қасық, мен 3,5 қасығын салдым. Бұнды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұндағы бір айтарым сіздерге, сырдың орнына андай сырный продукты емес, нағыз сыр алсаңыздар, рулет керемет дәмді болып шығады, өте сапалы болып шығады. Сапалы сыр алсаңыздар, мұнда фишка сырға байланысты. Сондықтан сметанамызды қосамыз. Сметананың 20%-тегі дұрыс болады, 15%-тік өте сұйықтау болып кетеді. Сұйықтау болып, табаға салған кезде жайылып кету ықтимал. Не жұмыртқамызды саламыз қазір. Жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаға сәл ғана тұз салдым. Өйткені сырдың өзінің тұзы жақсы жеткілікті. Жұмыртқаға сәл тұз салдым. Болды, басқа ештеңе салмадым. Бұндай рулет әрине қонақтар шақырғанда столдың сәні болып тұрады. Бір жағынан өте дәмді. Ал өзімізге жасаған кезде, өзімізге де күнделікті тамаққа жасап жесек, таңертең бутербродтың орнына пайдалануға болады. Тойымды тамақтардың бірі. Мен көп уақытымда кетпеді, азақ уақытта дайын болады. Барлық жеткілікті тағамдар дейміз бе, продукты бар болса болды. Менде мысал үшін тауықтың төс еті болмай қалды, тауықтың сан етінен жасадым. Бұдан да өте керемет болып шықты. Дәмі сондай жақсы болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін осылай жасауға. Менің каналыма тіркеліп, контентімізді қазақша қолдап қойсаңыздар, сіздерге рахмет айтар едім. Енді табамызға менде силиконовый коврик болды. Силиконовый коврик болғандықтан ешқандай майламаймын. Ал сіздерде пергаментный бумага болса, оны сәл майлап жерсеңіздер болады. Силиконовый коврикке жақсылап жәнегі массамды құямын. Чет-четін тегістеймін.
Духовканы сәл-пәл осы уақытта қыздырып қойсаңыздар болады, 180 градусқа. Мен де 180 градусқа қыздырып қойдым, бірақ пісірген кезде 200 градусқа қойдым. Мен өзім духовканың температурасы солай болады всегда. Пирог пісіргенде 200-бен пісірам. 200 градуста мен 18-20 минуттай пісіп шықты. Міне менікі керемет сап-сары болып, әдемі болып пісіп шықты. Міне сәл біраз тұрғаннан кейін ақырындап ала бастаймыз. Аламыз да, мына жағын аударамыз. Келесі жағын аударып, сосын өте ыстықтай салмаймыз начинканы, сәл суығаннан кейін жылы күйінде саламыз. Суып кетсе тоже жаман, суып кетсе ол сынып оралмай қалады. Суып кетпей тұрған кезде жылы күйінде начинканы саламыз. Ыстықтай салуға тағы болмайды, өйткені начинкамыздың ішінде майонезіміз бар. Ол да езіліп кетуі мүмкін, ағып. Жылы күйінде міне салып, жақсылап, жайып, біргелкі шет-шетіне тым тақамаймыз. Өйткені қаттығы орап басқан кезде шығып кетуі де ықтимал. Өзім бізге сондай ұнады. Мен өзім жалпы осындай ыстық тамақтарды істегенді жақсы көремін. Торттардан сладкое ешкі емеспін. Міне енді ақырындап шетінен нығыз ғып ораймыз. Тығыз ғып деушім еді. Ортасы нығыз болса ашылып қалмайды. Тураған кезде бір-біріне қатты жабысып тұрады. Міне өте жақсы оралып келе жатыр. Басып-басып орайсыздар ораған кезде. Міне оралып болды. Енді жақсылап пищевая пленкаға орап, холодильникке 1 сағатқа қойып қоясыздар. Көбірек тұрса, түнде істеп қойсаңыздар, таңертеңге тіпті дайын болып, өте жақсы болып тұрады. Мен 1,5 сағатқа ғана қойдым үйде, содан кейін дастарханға турадық. Солай болу керек болды, өткен уақытымыз. Тағы да үстінен басып қойдым. Пищевая пленка орағаннан кейін сосын холодильникке 1,5-2 сағатқа жібереміз де, сосын өткір пышақпен жақсылап тураймыз. Міне алып шықтым 2 сағаттан кейін холодильниктен. Енді қазір сіздерге ішін көрейік, қалай болған. Сіздермен бірге ішін көрейік. Бірінші туралғанымыз әрине онша болмайды. Міне келесінен бастап керемет туралған рулет болып шықты. Міне рулетіміз дайын болды. Керемет дәмді, тойымды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Алтынай. Назарларыңызға рахмет.